Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мандарин салатын дайындайтын боламыз. Құрамына сәбіз, жұмыртқа, сыр, майонез, тауық еті, сарымсақ керек. Тауық етін пісіріп, ұсақтап 4-5 топ тураймыз. Сырымызды теркадан өткіземіз. Жұмыртқамызды теркадан өткіземіз. Тауық етін, сыр, жұмыртқа, сарымсағымызды ұсақтап турап, бәрін қосып, аздап тұз сеуіп, майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Сәбізімізді суға пісіріп алып, теркадан өткіземіз. Бетіне аздап тұз себеміз. Пищевой пленкаға сәбізімізді салып, ішіне бір қасықтан қоспамызды саламыз. Барлығын осылай бір келкі қып жинақтап, әдемілеп орап, жарты сағатқа қойып қоямыз. Дайын болған соң өздеріңіздің қалауларыңызша әдемілесеңіздер болады. Салатымызды өте дәмді жасап көріңіздер.